Bime. Керемет, ау, Уй, немеле. Я съемка басталды. Съемка басталды, ё-моё. Тез интроны қос, интро. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен Жантаңыр KZ және де Қаймақ.KZ сайты, және де оның басты емес әрине тіпті керемет паблик достар. Енді менің осы тұрғанда енді түсіретінім ол Fraps туралы. Негізі Fraps туралы емес, негізі менің подписчик, сен GTA San Andreas'ты бандикемен түсіресің ба, әлде басқамен ба? Менің бандикемен түсірейін десем ойының қатып кетеді. Дұрыс, негізі бандикемен түсірген, бірақ бандикемде қатып кетеді ойын. Сондықтан Fraps'ты таңдаған дұрыс. Енді қазір видео қатуы мүмкін, себебі GTA San Andreas'тың обработкасы жүріп жатыр, ренжімеңіздер. Енді GTA San Andreas'ты ең соңғы финалына жақындап қалдым мен. Қазір міне финалына жақындап қалған жоқпын. Міне ең соңғы миссиясына келдім да тоқтадым сол жерден. Шамалы GTA-да демалсын дедім. Міне оның бүкіл видеолары. Тоқтай тұрыңыздар. Міне видеолар барлығы, міне қанша видео, бәрі де GTA. Және де бұлардың бәрі қашан салынады? Қазір 19 және де қыркүйек. Олар қазанға дейін салынып бітуі мүмкін. Өз басым солай ойлаймын. Так, міне 26, міне робот болып жатыр. Енді қайтадан өзіміздің Fraps'ке көшейік. Fraps'ты қаяқтан жазып алады десеңіздер, міне ссылкасы астында өзім қойып беремін. Бұнда ссылкасында мен 3.5-9 қойдым, ал мынаның өзінде 3.5-5. Екеуінің ондай қатты айырмашылығы жоқ, сондықтан мейлі қай-қайсысы болсын. Бұны басып скачать етеміз. Бірақ скачать ету туралы біздің Троян.KZ сәкен Сертала түсірмей қойсын деді. Вообще түсірмейміз, жауап бермейміз деді. Сондықтан, мен де жауап бермеймін. Болды. Ал енді бірден көшетін болсақ, міне Fraps General мен аштым. Бірінші General'ге кіреміз. Енді бірден настройка қалай болған, қалаған сіздерге көрсетіп кетейін. Біріншіден Start Fraps Minimized. Бұны мен өз басым қолданып көрген жоқпын. Және де білмеймін, бұны қолданбағасын, бұған пешке қоюдың керегі жоқ сақта. Fraps Windows Always on Top. Яғни Fraps әрқашан Windows түсіреді ма, сондай бір бәле. Бұған қою керек. Run Fraps when Windows starts. Бұл дегеніміз Windows қосылған кезде, компьютер қосылған кезде, бір сөзбен айтқанда, Fraps тұрсын ба? Тұрсын ба дегенде, мысалы компьютерді қостың, сол кезде бірден Fraps осылай ашылып тұрады. Солай. Және де Monitor Air Detector. Бұған басу керек, себебі осы арқылы сен ойында емес, мынандай монитор түсіре аласың. Яғни рабочий столды, міне осындай рабочий стол түсіре аласың. Ал бұны алып тастасаң, онда рабочий столды түсіре алмайсың. Сосын оны түсіру үшін ең басты кейбіреулерінде мысалы ондай зат жоқ болуы мүмкін. Ондай кезде мынандай персонализацияға кіреміз да. Так. Windows 7-ні таңдаймыз ғой. Бір сөзбен айтқанда Windows 7-ні таңдаймыз. Сосын міне болды, воля, сенде шығады ондай. Және де покеткіз басып жібересің. Болды. Не қаласаң да соны түсіресің. Міне Generals бітті. Енді келесі. Мынау білмеймін енді бұл Beckham Street VPN, мынау осында бір өлшейтін бір бәле. Бұған ондай қатты тоқтала бермеймін. Мына жерлерде ешқайсы түртпеулеріңіз ұсынамын. Мына жерде білмеймін, менде 300 деп тұр, 30 секунд деп тұру керек. Айтпақшы достар, сосын көбісі 30 секунд түсіретін Fraps алады, сондықтан жаңағы менің мынау жазылған Fraps 3.5.9 дегенде осы кракнуты, яғни ұрланған пиратский. Соны жазбасаңыздар, ол неше қалай сонша түсіреді. Ал өзінің Fraps'тың өзінің сайты болса, ол
пайда келтирет. Мынау экинчи кезекте мынау міне көрүп тургандарыңыздай бул былай ауыстыратын зат не дебеде ауысып атыр, немесе буну F12 менен ба ауыстырады дейм мен. Дурус, міне өзүм билмейм. Чур айта салып едим, бирок F12 менен ауыстырууга болот экен. Солай өзгөртүүңүз болот. Міне жаңагыдай ауысы. Немесе мындай алып тастайсыздар. Жаңа F12-ны баскан кезде алып тастадым. Міне воля эч кандай жерде жок. Бирок менде сол жакка коюп койгонду өз басым дурус көрөм. Only update overload on a second. Бул өз басым эмне экенин түшүнбөйм, билмейм, бирок FPS-ти өлчөйтүн негизи 99 деп турган болсо. Енді ең маңыздысына келейік. Және де бұл өте бір ерекше сондай. Так. Біріншіден видеоны бастайтын кезде сіз F9 таңдайсыз ба деп тұр. Мен F9 таңдаймын. Және де екінші қандай папкаға сақтау керек сіздің видеоңызды, сол туралы көрсетілген. Басшы бересіз, міне өзгертуіңізге болады. Қандай папкаға сақтауыңыз өзгертесіз. Және де астында full size, half size. Негізі full size'да алған дұрыс, half size'да білмеймін, бір бажалап кетеді ма, сондай болды. Менің алдағы GTA San Andreas'тың нелерінде осы half size қолданылып кеткен, және де бажарлап бір микрофонды құртқан осы. Мына жерлерде де тағы default online subtitles while пашинг дегендер бар, пашинг ба қалай енді, сондай бір бәле, осылардың бәрі микрофонды құртады. Сондықтан full size, мына жерде 60 FPS, ол деген өте керемет бір неде көрсетеді, бірақ ол керек жоқ, бүкіл компьютердің паметін алып кетеді, компьютерге ауырлық қылдыртады. Сондықтан міне 30 FPS дұрыс болады. Және мына жерде өзінің варианттар берілген, бірақ 30 FPS-та дұрыс жөн санаймын. Астында loop buffer length 30 секунд, бұлда тұра берсін. Splint movie every 4 гигабайт деп тұр, бұлда тұра берсін. Негізі оған түртпеймін өз басым. Және де міне нәуірлерге де түртпей ақ қойыңыздар деген айтуым бар. Себебі жаңағыдай микрофонды іртуі әбден мүмкін. Және де міне ең соңғысы суретке түсіру. BMF-ға сақтаған дұрыс емес, PNG форматы дұрыс болады деймін деп ойлаймын. Мына жерде in-scroll frame rate overload and screenshot, бұл негізі сақтау туралы бір бәле. Және де repeat screen captures, яғни бұл түсірудегі интервал болуы мүмкін. Мүмкін де интервал емес шығар, сондай болуы мүмкін. Енді мен сіздерге барлығын түсіндіріп бердім. Егер дұрыс түсіндіре алмасам да ренжімеңіздер. Ең маңыздыларын сіздерге айтып өттім. Міне солай. Және де міне осылай бүйтіп жауып қоямыз да, ойынға кіріп, немесе мынаған кіріп, көп енді ойындар менде түрлі ойындарға кіріп, бірден түсіре берулеріңізге оп оңайлықпен болады. Міне ссылка мына жерде тұр. Көрсетудің керек жоқ шығар. Және де кейбіреулер болады. Мысалы, мынандай фрапсты түсіріп атсаң, шамалдан бүйтіп барып компьютерге кіресің, сосын барып мынаған кіресің, менде новый папкада тұр. Короче, movies деген мынандай несінде тұрып, кіріп қалсаң, видеоң қап-қара, дауысы шықтыр қап-қара. Мынау обновка. Қазір тоқтаңыздар, міне. Осы рабочий стол қап-қара болып көрінеді. Не, рабочий стол емес жалғыз. Барлығы қап-қара болып көрінеді. Ол негізі мынадан болуы мүмкін. Қазір тоқтаңыздар. Программы, удаленные программы деген керек. Міне, осыған кірдік. Так, компьютер ойланып жатыр, ренжімеңіздер, мына GTA-ның кесірінен болу керек. Ойлан досым. Так. GTA-ны бітіргеннен кейін майынға түсіру мүмкін. Майынға. Айтпақшы достар, алдағы уақытта Майнкрафтқа түсіретін шығар, мен де білмеймін. Бірақ алдағы уақытта қалай Sony Vegas Pro 10-ның монтаждау керек, қалай интро жасау керек. Интро деген оның басында бола бермейді, мысалы. Қалай қызықты қылдырту керек, қалай бүйту керек, қалай сөйту. Бір сөзбен айтқанда видеоны монтаждау керек. Сол туралы айтып өтемін. Қазір іздеп жатыр, іздеймін дегенше мынаны қояйық, міне. КБ. Бұл да негізі видеоның астында өзім салып қоям.
Так, КБ 267 0838 деген. Так, тап енді соны. Тап енді соны. Бір элементті ғана тапқан. Бір элементті ғана тапқан. Ну, короче, достар, бір сөзбен айтқанда осыны осылай саласыздар. Сол кезде астыдан өзі шығады. Қазір неге екенін білмеймін, шықпай жатыр. Негізі менде міне шықты. Енді міне мына жерде КБ тағы шықты, міне бірінші болып шығып тұр. Бұнда КБ екі неше түрлі болып тұр енді. Бірақ осылай жазасыздар. Сол кезде осылай КБ 267 080 838 деп егер осындай кодтағыдай шықса, о міне әне поисктағыдай жоқ дейді. Яғни менде жоқ, себебі мен оны кезінде өшіп тастағанмын. Сондай шықса жаңа кодтағыдай, вот сол кезде жаңағыдай соны өшіп тастайсыздар, удалить етіп кәдімгідей. Сол өшіргеннен кейін, мишкінің оң жағын барасыздар, мишкінің оң жағын басасыздар, мына жерде удалить деген болады. Пакетіңіз басып жібересіздер, все болды, өшірілді. Солай болады. Иә, достар. Болды. Fraps туралы бірталай мағлұматтар алды деп ойлаймын. Керемет программа. Ең бастысы өзіңіздің микрофоныңыз дұрыс болса болды. Көп адамдарға солай. Ал сіздермен болған Жантәңір KZ, және де міне қаймақ қайда? Және де қаймақ.kz сайты, және де оның бас сүймешісі әрине тіпті керемет паблигі. Давайсыздар достар, амандықта жүздескенше. Достар, не ғой? Ұмытыңдаршы жаңағы өтінішіме. Ұмытай ғын. Мен сендерге Fraps туралы түсіндіріп беріп жатырмын. Сол туралы ұмыта қойыңдар енді, ұятты. Қойта админдар көріп қалып бір бәле болып жүрмесін, айтпаңдар, Қазақ қыз ғой, не дегенмен. Түсіндіңдер ма, монитордың ар жағында отырған адамдар. Ай ма? Түсіндіңдер ғой, Ай, красавчиксіңдер. Вообще түсінесіңдер ғой өздерің. Ай, молодец. Айтпа, базар нете. Айтып қоймаңдар, тағы жаманатты болып жүрмедім тағы. Әркімден Сержан деген бабник деп жүрмедім. Бабник па не дейді жаңа. Короче, өздерің білесіңдер, ұмытыңдар болды, все. Қазақ біз ғой, ұмытайық. Давай сіздер, сіздермен болған Жантәңір.